осындай бір жеңіске жетті деп айта аламыз. Бірақ ағаларымыз жоқ болды Алатаудай. Бірақ енді мемлекеттің заңда жоқ нәрсені атып жазасымыз талап еткенмен ол заңда жоққа орындалмайды. Сондықтан бізге берілген әзір жаза, Сүлейменов Талғатқа берілген жаза өз жазасын өзіне алды дейміз. Алла тағала оның екі дүниеде жарық көрмейтінін көрсетті. Енді Оңалбаевтың жазасы бұл жеңіл болып қалды. Сот мынандай мәселе айтты. Мұрат Оңалбаевты бастан аяқ Талғат Сүлеймановтың қасында болды дейді. Бірақ Талғат Сүлеймановқа өмір бақи бас бостандығынан берді да Оңалбаевқа 25 жыл берді. Оңалбаевқа берілген себебі 25 жыл ол қылмыста ешқандай қаруда тек машинада көмектескені, қаруда оның ізі қолдан таптар талмаған, және ол қылмысын толыққанды мойындаған. Және бірінші мәйітті тауып жаңағы қайда жасырғандарын көрсеткен бірі Оңалбаев болады. Сонысын сот менің ойымша сот сонысын ескере отырып оған 25 жылдық жазасын берді. Материалдық шығын бойынша. Материалдық шығын бойынша біз жаңағы ол кезде жаңағы біз ағабарларымыз қайтыс болып қайғырып жүргенде біз материалдық шығындардағы жаңағы фискалдық шектерді біз оларды ол кезде сұрамадық, іздемедік. Әзір біз сол материалдық шығындарымыздың шектерін ретке келтіріп жатырмыз. Құдай бұйырса, онда азаматтық не ретінде артынан талап арыз ретінде жазып қалдырамыз. Ал моральдық шығынға әрбір семьяға Сүлейменов Талғат әрбір семьяға 3 семьяға әрқайсысына 10 миллионнан 3 семьяға 30 миллион төлейтін болды. Оңалбаевта 3 семьяға 30 миллион моральдық шығын төлейтін болды 2 айдың ішінде. Өздеріңіз соттың залында болдыңыздар, сотты көрдіңіздер. Енді бұл жеңіс барлығымыздың жеңісіміз, бірақ бір но бар, кемшілік жері. Қай жердегенде бұл жаңағы атыс қаруының бөлек, осы іштен бөлек болып қалуы. Жаңағы қару иесі жаңағы Сүлейменов Жанайдың қаруы. Бірақ оның белгісіз кетуі ме? Істен не үшін бөлініп қалғанын біз әлі күнге дейін миымыз жетпейді. Бірақ сот тергеу процестеріне мен жоғарғы прокуратура, облыстық прокуратура және басшылармен сөйлестім. Сот тергеу басталып жатыр. Ол қарудың оның қару екендігі сатып алған, бірақ жоғалған кезде заявлениесі бар екендігін, бірақ нақты сондай дәлелдер бар. Бірақ не үшін қару жоғалғанда оның туысқанының араласып отырған семьясының Сүлейменовтің қолына барып қару түседі деген бізде осындай өте сұрақтар көп.